Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай тойымды түскі астың рецептімен бөлісемін. Бұл түскі асты мен тефтели етіп, осы тартылған еттен жасадым. Менің каналымды барынша қолдап, видеомды соңына дейін көрсеңіздер. Ал тамағымызды бастайық. Бисмиллах деп бірінші біздерге арнайы ыдысымызға фаршымызды саламыз, тартылған етімізді, яғни оның үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Пиязды барынша ұсақтап турауға тырысыңыздар. Енді осының үстіне біздер күрішімізді саламыз. Күрішімізді мен алдын ала жуып, бір қайнатып алғанмын. Көп қайнатудың қажеті жоқ, бір қайнатсаңыздар жеткілікті. Енді оның үстіне әдемі дәмдеуіштер саламыз. Қара бұрыш, тұз және де қызыл бұрыш, әркім қалаған приправаларын салса болады. Енді жақсылап бір араластырып аламыз. Мен бұл жерде бір үштік жұмыртқа салдым. Қалауыңызша негізі жұмыртқа салсаңыздар шашырап кетпейді. Мен сондықтан бір үштік жұмыртқа қостым. Енді бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы тартылған еттерімізден домалақ етіп формаға келтіреміз. Міндетті түрде қасымызға ұнап алыңыздар. Ұнға бір малып аламыз, бүкіл жерін тигізіп. Мен керекті қажет заттарды төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Енді осы тартылған етімізді бүкілін осылай жасап аламыз. Алдын ала бөлек ыдысқа мен майымды құйып қыздырып алдым. Енді осы тартылған еттерімізді бір-бір қызартып, жан-жағын қызартып аламыз. Міндетті түрде майымызды қыздырып алыңыздар, себебі майымыз қыздырылмаған болса, ішіндегі етіміз шашырап кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Содан соң барып осылай салып, жан-жағын қызартып қуырып аламыз. Бұл жерде міндетті емес, жаңағы пісіріп алу, тек қана қызартсаңыздар болды. Міне еттеріміз дайын, осындай әдемі етіп қуырып алдық. Ең бастысы қызартып қуырып алсаңыздар болды. Енді біздер тамағымызды бастай берсек болады. Біздерге ол үшін пияз керек болады. Пиязды күндегідей тамаққа турағандай етіп турап аламыз. Енді қызып тұрған майымызда пиязымызды жақсылап қызартып қуырамыз. Оның үстіне сарымсақ саламыз. Бізге бір штук сарымсақ керек болады. Енді осы қуырып жатқан кезімізде үстіне 3 ас қасық ұн саламыз. Ұн салу біздерде міндетті, себебі тамағымыз әдемі болып шығады. Енді осы ұн мен пиязымызды жақсылап араластырып қуырамыз. Енді қуырылып жатқан кезде үстінен паприка салсаңыздар болады, немесе қызанақ салсаңыздар болады. Пиязымызды қуырып алдық, енді үстінен еттерімізді саламыз. Етімізді салғаннан соң барып, үстінен суымызды құямыз, етіміз бататындай етіп. Сонан соң барып 30-35 минут қайнатамыз. Менің түскі асым дайын, етіміз пісті. Мен алдын ала осындай картоптарымызды қайнатып алғанмын. Сіздер қалауыңызша күріш немесе гречка қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде картопты қайнатып, пюре етіп жасап алдым. Ас болсын, келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.